Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай көйлекті қалай тігуін көрсетемін. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Міне қазір мына каплясына мен касабека тігемін. Байландырып, касабекіміз мынау, бұл резиновый касабека міне. Қазір осы жерге қойып 5 миллиметрден лапканың бойыманан айландырып тігіп шығамын. Енемі соғып аламын. Мұны ұқыптап 5 миллиметрден одан жалпақ алуға болмайды, өйткені касабекіні айландырып тіге алмай қаламыз. Мұны осылай бір келкі ұстап тұрып, мына резиновый касабекамыз сәл тартыңқырап отырып, айландырып осылай тігіп шығамыз. Аз көлемде тігу керек. Біз каплямыз біздің думалақты ұзын қып тігуге болмайды, ато созылып или тартылып кетеді. Өзінің жату жолыманан тігіп шығамыз. Мінекей қазір былай тігіп шығып келдік аяқтап. Енді осы жерден қырқып алып, қазір енді касабекамыздың бетін қалай тігетін көресіздер әзір. Енді біз оң жағынан тігеміз бұны, көрінетін жағынан. Мінекей осылай әдемі болып шықты. Енді біз бұлай қоямыз да, мына матасын ішке жібер, бананы бүктеп, осы жерде біз енді ұқыптап тігіп шығуымыз керек. Енемізді сұғып аламыз. 1 миллиметр қылып тігеміз. Жаңа касабекінің шетінен. Өте оңай. Жақын алып, қолдарыңызды 1-2 сантиметр жерден ұстап тұрып тіксеңіздер, оңай тігіледі. Осылай бірнеше рет тік көрсеңіздер, касабекі тігу өте қиын емес, қыздар. Оңай тігіп шығасыздар. Мінекей мен жайлап, үстіп, әрбір 3 сантиметр, 2 сантиметрден бір қалыпты ұстап тұрып тігіп отырмын. Қарасаңыз өте әдемі шығып жатыр. Мінекей. Міне осылай соңына келдік. Қазір көрсетемін қалай тұрғанын. Бұны үлкен шығарып алып үтіктеу керек. Мен сіздерге үтіктемей көрсетіп отырмын. Үтіктеп алсаңыздар, бұл одан да әдемі көрінеді. Негізі өте киімді жақсы көрсетеді. Мінекей теріс жағынан көргеніміз. Мінекей осылай капля. Бұл капля жаңағы балдардың басы сыймайды ғой. Сол үшін осылай капля істеп сән дегеніміз осы. Міне оң жағынан көрсеңіздер де әдемі болып тұр. Енді жағасына салып көреміз. Енді осы касабеканысын. Міне қазір біз каплясына касабеканы тігіп болдық. Енді тура солай теріс жағынан ұстап тұрып, алдыңғы мойнына касабека тігеміз. Оны да 5 миллиметрден айландырып тігіп шығамыз. Ұқыптап қарап отырып, астымен бір келкі қып алсаңыздар, кейін касабеканы қайтарғанда да өте ұқыпты оңай шығады. Мұны осылай сәл касабеканы тартыңқырап тұрып, тамызын тартып отырып, осылай тігіп шығамыз. Тігіп шығып, қазір біз бұның ұш жағынан 1-3 сантиметрде қалдырамыз. Ол біздің жаңағы түймені қадайтын петля болады. Ілгек. Мінекей енді осылай шықты. Енді біз осыны ішке қарай осылай бүктеп, бірінші осы жақтан тігеміз. Осылай тігіп шығамыз. Тоже 1 миллиметрден айландырып тігіп шығатын
шығамыз. Бұны да ұқыптап бір келкі алу керек кособекіні. Бір жер жалпақ, бір жер жіңішке болмау керек. Міне осылай тігіп шығамыз. Міне біз тігіп аяқтап шықтық. Енді осы жерде міне осылай бүктеп, мына жерден тігіп шығамыз. Бұл түйме қадайтын жеріміз. Қайта көріп алыңыздар мұқият. Міне екі бүктеп, мінекей, әзір осы жерде біз тігіп шығамыз. Закрепка беріп, бұл біздің түйме қадайтын жеріміз. Міне көрсеңіз әдемі болып шықты. Қазір жіптерін қырқып тастап, мінекей осылай бүйтіп көргеніңізде, міне арт жағына осылай түйме қадайды. Міне осылай үтікте басаңыздар, әдемі болып шығады. Сіздер де жақсы көріп, мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Кособекінің осы түрі өте жақсы. Міне қазір сіздерге жеңді қалай салуын көрсетемін. Жеңді салу үшін біз осындай сборкалап, резинкасын тігіп, зигзагпен міне дайындап алдық. Енді осыны кофтасына тігеміз. Кофта теріс қарап тұру керек. Жең оң жағынан міне бірінші өлшеп көріп аламыз да, ішіне салып, қазір булавка шаншып, міне жоғарғы жағына, иық жағына, қолтық жағына да булавка шаншып аламыз. Сөйтіп, бұны мұқият қараймыз. Артық болған жағдайда біз тағы, міне біздің жеңіміз артықтау болып тұр. Қазір оны мен мердегі жіпті алып, тағы да сәл жиып, жоғары қарай жіберем. Фонарик болып тұру үшін. Мінекей, енді бұл келді. Мына шетінде мұқият қараймыз. Бұл жағы да өте дұрыс тұр. Міне осылай думалақ болып, қазір осыны кофта жағынан тігеміз. Жең жағынан тікпейміз, кофта жағынан қойып, осылай айландырып тігіп шығамыз. Лапканың бойымен тігеміз. Тек мынау астыңғы жеңді де үстіңгі матаманан бірдей бір келкі қып ұстап тігеміз. Артық кем шығып кетпеу керек. Егер шығып кететін болса, жөні дұрыс тігілмей қалады, қисық-мисық болып. Сол үшін жеңінде де үстінде кофтаны бір келкі ұстап, тегістеп, осылай айландырып тігіп шығамыз. Міне аяқтайық дедік. Өте әдемі шығып жатыр. Бізде булавканы алып тастап, міне қазір сіздерге көрсетемін қалай тұрғанын. Мінекей, керемет әдемі болып шықты жеңіміз. Міне осылай келесі бетінде тура осылай тігіп шығамыз. Біз екінші жеңінде тіктік, өте әдемі болып тұр. Енді бізге міне жерден юбкасын тігуіміз керек. Юбканы көрсеткенмін. Бұл юбканың еш жерінде тігісі жоқ. Етегін біз зигзагтадық. Енді бұл жерді айландырып машинаман тігіп аламыз. Өте кеңдеу болып тұрды бізде. 1 сантиметрден міне үстіп тігіп шығып, аз ғана жібін тартып көреміз. Астыңғы жағынан тартқан жақсы. Өйткені бұлай жиылу үшін. Міне менің көп тартып қойдым. Әз қайтып босатамын. Міне босатып алдық. Қалғанын енді мынандай жан-жанына шашып, бір келкі қып аламын. Міне келді. Өте әдемі болып тұр. Тегістеп алдық. Міне осылай тегістеп реттеп алып аламыз бірінші юбкасын. Юбканы бұлай қойып қойдым теріс жағына. Біз мына кофтамызды оң қаратып қоямыз. Енді осының ішіне кіргізіп, бұлай кіргіздірдік. Енді осыны айландырып тігіп шыға саламыз. Бүйтіп қоям да, әзір. Лапканың бойымен тігіп шығамыз бұны. Әр уақытта лапканың бойымен тігеміз. Бұл бізде өзі киімдерді көріп жүрсіздер ғой, өте запас ішіліп қоймайды. Өйткені қопал болып кетеді. Сол үшін бір лапканың бойымен тігіп шығамыз. Лапканың бойы 1 сантиметр болады, немесе 7 миллиметр болады. Осылай біз тігіп шығамыз айландырып.
biz аяқтап тігіп. Мінекей арт жағы. Мінекей мынандай көйлек шықты бізде. Мына жерде түйме қадалмады былай. Көйлегіміз де бітті. Осындай әдемі болып шықты. Комментарияға жазыңыздар. Келесі түсірілімде қандай киімді көргілеріңіз келеді. Инстаграмға да, YouTube каналына да тіркеліп алыңыздар.